Үйлеріңнен шығар кезде бисмилля таваккалту аляллах ла хавля ва ла куввата илля биллах деп шығыңдаршы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде-кім үйінен шығарда осы дұғаны айтса, Алла тағала екі періште тағайындайды. Ол періште сол адам үйіне қайтып келгенінше соның қызметінде болады. Бәле жаладан қорғап жүреді. Кімде-кім Бисмиллахиллади ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил ард ва ла фис сама'i ва хуа самил алим деп азанда 3 мәрте, кешке 3 мәрте қайталай қойса, Алла Тағала не деп уәде береді бізге? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтып жатыр. Ол адамға жер бетінде еш нәрсе зиянын бере алмайды. Ешкім десе бұл адамдарға кетер еді. Ал еш нәрсе десе оған бүкіл жаратылыстар кетеді. Таңертең 3 рет, кешке 3 рет мына дұғаны айтатын болсаңыз, түрлі қауіп-қатер мен бәледен Аллах Тағала сізді сақтайды. Тіпті жоғарыдан түсетін қауіп, жердің астынан шығатын қатер, оң жақтан, сол жақтан, алдыдан, арқа, тұстан келетін қайғы-қасірет болса да Аллах Тағала сізді сақтайды. Дұға былай айтылады. Бисмиллахиллади ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама'i ва хуа сами'ул алим. Жаттап алыңыз, айтып жүріңіз. Мына 5 сөзді тіліңе байлап ал. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір адамды мұсылман қылып тілін кәлимаға келтіргеннен кейін намаз үйрететін, намаздан кейін дереу осы дұғаны үйрететін болған. Кімге байлық керек болса, кім үйленгісі келетін болса, кім тыныштық тапқысы келетін болса, кім балалы болғысы келетін болса, барлығы осы дұғаның ішінде бар. Осы дұға барлығын қамтиды. Ол мынау дұға: Аллахуммағфирли, Аллахым мені кешіре көр, вархамни, сен маған мейіріміңді бөлей көр, варзуқни, маған халал, табысты рызық бере көр, ваафини, маған тән және жан саулығын бере көр, және вахдини, Алла Тағала мені тура жолға сала көр деген осы дұғаны тіліңізден тастамаңыз иншалла. Айтып айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер осы 4 нәрсені айтсаң, дүниеңді де ақыретіңді де бітіріп қойдың. Айтып айтам: Аллахуммағфирли, вархамни, ваафини, варзуқни. Болды. Басқа сұрайтын, мысалы, айтудың да қажеті жоқ екен. Маған үй бер, перзент бер, көлік бер, денсаулық бер, бәрі ішінде бар. Құдайға көп жалбарыңыз. Қайда болсаңыз да Құдайды ұмытпаңыз. Мұса пайғамбарға мына дұғадан кейін үй бұйырған, әйел бұйырған, жұмыс бұйырған, кәдімгі бүкіл есіктер ашылған. Сен де осы дұғаны жаса. Рабби инни лима анзалта иляйя мин хайрин фақир. Бай болғың келеді ма? Онда мына дұғаны жаттап ал. Я хамидал фиали, зал манни аля жамии халқихи билутфихи. Осы дұғаны таңертең ұйқыдан тұрған кезде 3 рет, жатарда ұйқыдан алдын 3 рет айтып, күніге оқып жүретін болсаң, иншалла бай боласың. 3 нәрсені қамтитын бір дұға. Бұл дұғада Алладан адал ризық несібе, пайдалы білім әрі қабыл болатын амал сұрайсыздар. Қысқа ғана дұға, оқылуы бұлай: Аллахумма инни ас'алука илман нафи'ан ва ризқан тойибан ва амалан мутақаббалан. Мағынасы: Я Алла, расында мен сенен пайдалы білім, адал ризық несібе, әрі қабыл болатын амал сұраймын. Осы видеоны жақындарыңызға жіберіп қойыңыздар, олардың да осы дұғаның оқуына себепші болыңыздар. Алла Тағала сауаптан жазсын. Адам бір ауыз сөз айтып жәннатқа кіріп кетуі мүмкін, білесіз бе? Бір ауыз сөз айтып пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның кепілдендірген жәннатқа кіріп кетуі мүмкін, кепілдігімен. Қалай? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хасан ли ғайрихи деңгейіндегі хадисте айтады: кімде-кім таң сәріде радиту биллахи рабба ва бил ислами дина ва би Мұхаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набия дейтін болса, ол адамның қолынан жетектеп тұрып жәннатқа кіргізуге кепілдік беремін дейді. Қолынан жетектеп жүріп жәннатқа кіргізуге кепілдік беремін дейді. Жаңағы сөздің мағынасы қандай? Қазақшасын айтсаңыз болады. Яғни Раббым Алланы, Алла Тағаланы Раббым Тәңірім деп, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды пайғамбарым деп, ислам дінін менің дінім деп қабылдап соған разы болдым деген сөз. Осыны айтатын болсақ болды. Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям біздің қолымыздан жетектеп жүріп жәннатқа кіргізеді. Алла амандық берсін.
Таң намазының парызын оқып болғаннан кейін мән беріңіздер. Мына хадис өте құнды хадис. Кімде-кім таң намазының парызын оқып болғаннан кейін ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах сәлем бердіңіз. Уахуа санин риджлейхи, әрі тізесі бүгіліп тұрды. Қабля ән ятакаллам, еш нәрсе айтпай тұрып 10 мәрте ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах лахул мульку ва лахул хамд юхи ва юмит ва хуа аля кулли шайин қадир деп 10 рет айтатын болса, кутиба лаху ашру хасанат, 10 сауап жазылады. Ва мухи анху ашру сайят, 10 күнәсі кешіріледі. Ва руфиа лаху ашру даражат, 10 есе дәрежесі көтеріледі. Ва кана яумаху залика, және сол күні бүкіл жағымсыз нәрселерден қорғанда болады. Ва хуриса минаш шайтан, шайтаннан да қорғалады деп жатыр. Валам янбағи лизанбин ан юдрикаху фи залика яуми илля ширка биллах, және де қандай да бір күнә істейтін болса күнәсі кешіріледі деп жатыр, тек Аллаға ширк қосудан басқа дейді. Қараңыз қандай хадис. Осылайынан таң намазын оқып болғаннан кейін жалғыз оқысаңыз да, егер жалғыз оқып қалсаңыз да, ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах, ешқандай сөз сөйлемей тұрып осы дұғаны айтасыз. 10 рет. Қаншама сауап, қаншама пайдалары бар да хадис. Бай болғың келеді ме? Өзіңнің үйіңнің болғанын қалайсың ба? Ешкімге мұқтаждықсыз, қарызсыз өмір сүргің келеді ме? Онда мына бір дұға сен үшін. Есінде болсын, жазып ал, жаттап ал, және басқалардың да сауапқа кенелуіне қаласаң, онда осы видеоны тарқата жүр. Таң намазының сүннеті мен парызының арасында мына бір қысқа ғана сөзді 100 рет қайталауды ұмытпа. Есінде болсын, таң намазының сүннеті мен парызының арасында. Ол мына бір сөздер жазып алыңыз. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим, астағфируллах. Мінекей барлықтарыңыз білетін осы бір қысқа ғана сөзді таң намазының сүннеті мен парызының арасында оқитын болсаңыздар, иншалла Аллаху тағала өзінің уәде еткен дүниелерін береді. Бұл сіздерге хадистен ақпарат. Тарқата жүріңіздер. Қадірлі де құрметті көрермендер, ең жақсы дұғалар қайда десек, әрине бұл Құрандағы дұғалар. Сондықтан сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, береке, кешірім сұрау, иман байлығы және тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Қол жетімді, арзан бағада алып үлгеріңіз. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Олар пайғамбарлар дұғалары, кешірім сұрау дұғалары, мыңдаған сауабы бар 6 салауат, ризық арттырудың 15 жолы мен ризық пен береке туралы 25 дұға. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да төлем жасап электронды кітапшаларды бірден алыңыз.